Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Сіздерге мен қазір контент марафон дегеніміз не? Контент марафонда біз не үйренеміз жалпы? Марафонды мен не үшін ұйымдастырдым? Және оның біздерге қандай маңыздылығы бар? Соның барлығын сіздерге ашып түсіндіретін боламын. Контент марафон ол барлық бизнес иелері үшін өте қажет. Ол тіптен болсын сауда-саттықпен айналысатын оқырман болсын, оның жеке салон красоты болсын, ол сетевой маман болсын, ол SMM маманы болсын, ол жалпы блогер болсын, ол барлық оқырмандарға өте қажет. Өйткені бұл марафонға қатысқан оқырман контент сөзінің мәнісін және контент құрудың маңыздылығын түсінеді. Жалпы біз контент деп отырғанымыз, оны жіберетін аудиомызда, видеомызда, текстімізда, картинамызда, историске салатынымызда, лентаға салатынымызда, оның барлығы бізде контент болып табылады. Және де осы 10 күндік өзінің лентасына, яғни постқа арнайы менің берген жоспарым бойынша картина жасап, текст жазатын болады контент марафонның арқасында. Яғни инстаграм тілімен айтқанда, яғни біз контент марафон ол инстаграм үшін арналған болып табылады. Лента деп отырғанымыз ол күнделікті сіздер сурет пен картина, текст жазасыздар ғой инстаграмдарыңызға, немесе видеомен текст жазасыздар да астына, сол лентаға контент деп аталады. Сол лентаңызға 10 күн бойына қандай пост салу керек? Бүгін, например, картинамен текст па, ертең видеомен текст па, оның мақсаты қандай болу керек, ол неден кейін не салыну керек? Арнайы мен берген жоспар бойынша сіздер соның барлығын іске асыратын боласыздар. Осылайша өзіңіздің соңғы 10 постыңызды жүйелеп алатын боласыз. Яғни бұл бизнестің, яғни парақшаның дамуына, охваттың көтерілуіне оң әсерін береді. Өйткені сізге қонақ болып келген адамдар алдымен неңізді қарайды? Алдымен контенттеріңізді қарайды, страницаның оформлениесіне қарайды, жазылған тексттердің сапасына қарайды. Егер де сіздің сол соңғы 10 жазған контенттеріңіз өте мәнді, қисыны бар, өте профессионалдың жазғандай болса, әрине ол адам сізбен ары қарай жұмыс жасауға келісетін болады. Сонымен қатар, мысалға, лента неге өте маңызды? Өйткені адам сіздің парақшаңызды сұрайды, например, ладно, сіз таргетингпен айналысасыз делік, таргетинг жасаттыңыз, бәрі маған бірден келеді да, мен подписчик көбейтуім керек, мен таргетингті көбейткім келеді дейді. Ал лентаға жазған әрбір контенттеріңіз сіздердің сақталынып тұрады дағыны. Сіз, например, адамдарға өзіңіздің парақшаңызды жіберсеңіз, ол адам сұрайды сізден, парақшаңызды жіберіңізші көрейін деп. Сол кезде сіздің лентаңыздағы страница оформлениесіне текстің жазылуы барлығына қарайды дағыны. Сізді уже сол қазіргі заманда инстаграмына қарап адамын таны деген өте жақсы мақал шықты да. Сол мақал сияқты сіздің егер де сол лентаңызда жазылған посттарыңыз ол кісіге ұнаса, ары қарай жүйелі түрде сіздің ұсынысыңызды қабыл алатын болады. Ал сіз қанша жерден керемет білімді болсаңыз да, лентаңызды қалай солай парақшаңыздың тексті не жазғыңыз келсе соны жазып, ешқандай профессионализм жоқ, картинаңыз әр жерден алынған бот картиналар, тексттеріңіз қалай солай, смайликтер көп, абзацқа ойыңызға келгенше бөліп деген сияқты, бүгін не шығарғым келеді, бүгін ананы шығара салайыншы, бүгін не шығарғым келеді, мынаны шығара салайыншы деген болмау керек. Егер де сіз солай жаңа холодно дейді, енді суық қарасаңыз парақшаңыздың лентасына, онда адамдар да сізге солайша, ой, мынадан не үйренем дейсіз, мынау не бизнес үйретеді дейсің,
бұл қандай блогер немесе бұл қандай сетевой маркетингтер жасайтын ешқандай профессионал емес адамнан не үйренемін дейсің, бұл маған қандай табыс тауып береді деген сияқты айтуы мүмкін. Сондықтан да мен сіздерге осы контент марафонда ашық мысалы текст қандай болу керек абзац бойынша үйрететін боламын. Мысалға бірінші абзацта мынаны жазатын боламыз, екінші абзацта біз мынаны жазатын боламыз деген сияқты барлығы четко и ясно түсіндіріледі. Және солайша картина қандай болу керек, қай жерге өзіңнің картинаңды қою керек деген сияқты оның барлығы толыққанды сіздерге үйретіледі. Сондықтан да соңғы 10 посттарыңызды менің идеям бойынша жақсылап тұрып профессионалдық тұрғыда дамытып барлығын толтырып аласыздар. Ары қарай сонымен қатар историске де не шығару керек, 10 күндік идея берілетін болады сіздерге. Сіз менің айтқан жоспарым бойынша ана вечный сторис дейді ғой, яғни актуальный дейді, домалақ болып тұратын, соны да жүйелеп толтырып алатын боласыз. О себеге не жазу керек, компанияға не жазу керек деген сияқты, оны әр күні біз жеке тоқталып соның барлығында толтырып алатын боласыз. Яғни сториске күнде пайдалы ақпарат салғаннан кейін де сіздің сторисіңіздің қаралымы артатын болады. Адамдар уже айтатын болады, мә бүгін Әйгерім деген не салады, кеше осындай бір пайдалы ақпарат салып еді, бүгін не салады екен, қарайықшы деп сіздің сторисіңізді аңдып қарап отыратын болады. Өйткені сіз сторисіңізді жүйелі түрде шығарасыз. Сондықтан сізді барлық адамдар оқитын болады, қарайтын болады. Және де SMM мамандар үшін де жалпы контент марафонның маңыздылығы өте керемет. Өйткені олар контент марафонда берілген жоспар бойынша олар өзге адамдардың парақшасын спокойно жүргізіп бере алатын болады. Яғни бұл контент марафон негізі SMM мамандар үшін де керек. Өйткені олар деген өзге адамдардың парақшаларын жүргізеді ғой, ал бұл олар үшін дайын чек-лист. Жұрт құсап мынандай темада жазу керек, мынадай темада жазу керек демей, мен кәдімгідей бүгін мынадай темада жазуымыз керек. Не үшін ол ондай темада жазуымыз керек? Өйткені ол былай деп бәрі жіктеліп түсіндіріледі. Ал олар сол бойынша өзге любой адамдардың парақшасын жүргізіп беретін болады. Және бұл марафонда жаңағы абзац бойынша барлығын жіктеліп түсіндірілгеннен кейін де ол SMM мамандар үшін өте керемет дүние. Яғни текст жазудың сіз түрлі өнерімен танысасыз. Контент марафон 3 бағытта мысалмен келтірілген. Яғни ол сауда-саттықпен айналысатын оқырман үшін де, сетевой бизнеспен немесе любой бизнеспен айналысатын оқырман үшін де, блогерлер үшін де оның маңыздылығы өте керемет. Осы 3 бағытта оқырмандарға 3 бағытта мысал келтіріп, 3 бағытта үйретілген. Ал егер сіз блогер болсаңыз, ертең қандай пост шығарсам болады, сториске не салсам болады деп бас қатырмайтын боласыз. Мен бәрін сізге алдыңызға идеяны жіліктеп, шағып тұрып түсіндіріп, жайып, дайындап қойғанмын. Тек соған қарайсыз да жасай бересіз. Ал сетевой бизнесте жасайтындар үшін қандай пайдасы бар деген сұрақ болса, оған былай жауап беремін. Ол кісілер тек сетевой деп айта бермей, өзін жеке бренд ретінде дамыта отырып, компаниясында дамыту жолының озық жолын үйренетін болады. Неден кейін нені жазу керек, компаниясын қалай жарнамалау керек, маркетингісін қалай жазу керек деген секілді. Яғни пост жазудан қиналмайтын болады. Ал сауда-саттықпен айналысатын оқырмандар үшін немесе оқу орталықтары бар, әсемдік салондары бар оқырмандарға да пайдасы мол жалпы. Өйткені мен сататын едім, мен киім сатам деп тек киімдердің суреттерін көрсете беру ол аздық етеді. Ақпараттық пост қандай, ойын-сауықтық пост қандай, соның барлығын кіргізе отырып пост жазуды үйренетін болады. Жалпы контент марафонның көмегімен өз парақшаңызды өте жақсы результатқа шығарып, соңғы посттарыңызды жүйелейтін боласыз. Яғни сізде уже посттарыңыз оригинал жақсы пост болғаннан кейін де адамдар сіздің парақшаңызды қызыға оқитын болады.
және ұялмай, бұдан кейін 10 күннен кейін уже сіз спокойно таргетинг жібере аласыз. Өйткені сіздің соңғы 10 постыңыз жүйелі. Адам 20-30 постыңызды оқымайды, әрекетте 9-10 постыңызды оқиды, дұрыс па? Және де бағасы 3000 теңге, ал зато сіз өте үлкен, болашағы бар жаңағы контент марафон деген курсты оқып шығасыз. Сондықтан давайте келіңіздер, мен сіздерді жақсылап үйретуге дайынмын.